Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай тәтті дайындайтын боламыз. Барлығы қолжетімді ингредиенттер. Айран ғана болса болды. Ең алдымен осындай ұнымызды електен өткізіп, содан соң салқын майымызды қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, осылай мыжып, крошка дайындайтын боламыз. Бізде осындай өте әдемі крошка шығады. Енді тұзымызды қосып, разрешителімізді қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң айранымызды құямыз. Кез келген айран қолдансаңыздар болады. Ашыған айранда, магазиндікі де болады. Осылай араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Артық ұн қоспайсыздар. Осылай илеп, бізде өте жұмсақ, әдемі қамыр шығады. Енді пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қоятын боламыз. Енді тағы да солай ұнымыз бен майымызды крошка дайындайтын боламыз бөлек ыдысқа. Содан соң құмшекерімізді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қатты мыжудың қажеті жоқ, өйткені бізде майда крошкалар шығуы қажет. Дайын болды бізде. Толық рецепті описание бөліміне жазып қоямын. Енді қамырымызды алып, 6 немесе 5 бөлшекке бөліп аламыз. Осылай бірдей 6 бөлшекке бөліп алдым. Енді кішкене ұн сеуіп, барлығын осылай жайып шығасыздар. Өте оңай жайылады, өйткені қамырымыз жұмсақ. Енді противенге салып, осылай арасына жаңағы крошкамызды сеуіп шығатын боламыз. Барлығын осылай қайталап шығасыздар. Ортасына осылай сеуіп, бетіне қамыр қойып, жан-жағын осылай ешқандай да қатты басып, мыжудың қажеті жоқ. Жай ғана осылай шет-шетін бекітіп шықсаңыздар болды. Содан соң тура ортасынан осылай пышақпен кесіп, бірнеше бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Енді барлығын бөліп, арасын ашатын боламыз, өйткені бұл ісініп өте дәу болады. Бір-біріне жабысып, дұрыс піспей қалуы мүмкін. Осылай барлығын бөліп шықтым. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар, қып-қызыл өте әдемі болып шығады. Осылай барлығына біркелкі жағып шығамыз. Қызып тұрған пешімізге салып пісіріп алдық. Өте дәмді, осылай керемет болып шықты. Осылай бетіне сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Баршаңызға ас болсын. Осылай дайын болды. Өте керемет шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.